саламатсыздарбы студенттер. Жеке батыр қатылатынан жоғары көбекші мұнайдан төлеушісі Шахсарбаев Таңатұлы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы төмен температуралы сепарациялауға газды тасымалдау. Сабақтың мақсаттары табиғи газды қатты бөлшектердің болуы, газбен жанасатын компрессорлардың бөлшектерінің жылдам істен шығуына әкеліп соғады. Газ құбырларының арқылы және бақылау өлшеу аспаптарын текшені құртады. Күкірттік зиянды түріне ауаның 1 литрінде 0,1 миллиграммнан көп мөлшерде болса ол болады. Ылғал қатысында күкіртсутек металдарының күшті коррозиясын туғызады. Көмірқышқыл газдың зияндылығы сол газдың жылу бергіш қабілеттілігін төмендетеді. Сіздердің алдарыңызда көрсетіліп тұрған ілеспе газдарды мұнайдан бөлу, яғни мұнаймен бірге өндірілетін ілеспе газды мұнайдан айыру қажет және тұтынушыларға бағыттау керек. Бөлу тараптар деп аталынатын арнайы қондырғыларда жүргізіледі. Бөлу екі кезеңмен жүргізіледі. Мұнай мен газды бөлу, газды мұнайдың шарт дозаңына тазарту. Яғни тораптың 4 секциясы болады: сепарациялық, босату, шөктіру, тұндыру. Сепарациялық секция сұйықтық газды бөлуге арналған кіретін кесте құбыр, конвенциалды орналасқан орталықтан кеткіш күш сұйықтықтың көп мөлшерінің газдан бөлуіне мәжбүр етеді. Шөктіру секциясында көтеріліп келе жатқан газ ағынына мұнай тозаңдары шөгеді. Босату секциясында инерция күшінің әсерінен газ мұнай тозаңдарының түпкілікті тазарады. Бұл секцияда газ ағынынан сұйықтықтың ұсақ тамшылары газ тараптан шықпас бұрын бөлініп алынады. Тұндыру секциясында газдан барлық 3 секцияда бөлінген сұйықтықты жинайды. Тұндырғыш сұйықтықты өлшейтін және сұйықтық деңгейін тұрақты етіп ұстап тұратын қондырғымен жабдықталған барлық секциялар тұндырғышпен қорғатқыш дренаждық құбырлар арқылы байланысады. Ол арқылы мұнай жүргенде көтеріліп келе жатқан газ ағынына жанаспай тұндырғышқа ағады. Келесі, газ конденсатты кәсіпшіліктегі газ бен конденсатты бөлу. Конденсаттық кен орындарында қаттан газбен бірге конденсатты шығады. Ол мұнай химиялық өнеркәсібі үшін бағалы шикізат болып табылады. Газдан конденсатты оны тасымалдамастан бұрын бөлу керек. Себебі кәсіпшілікте конденсатты толық бөлуге магистралдық газ құбырында оның шөгуіне келеді. Ол болса, газ құбырының өткізу қабілеттілігін азайтады. Конденсаттың шығыны температура мен қысымға тәуелді болады. Конденсациялау изотермасы белгілі бір қысымда максимумда болады. Алдарыңызда конденсация изотермиялары суретте көрсетілген, яғни графиктің сепарациялау температурасы төмендеген сайын конденсаттың шығымы күрт артатыда көрініпті. Конденсатты жою конденсаттың максималды қысымында максималды қондырғысы жүргізіледі. Келесі алдымызда берілген сурет төменгі температуралық сепарациялау қондырғысының сызбасы. Газбен конденсатты бөлу төменгі температуралық сепарациялау арнайы қондырғыларында жүргізіледі. Газ ұңғымадан шлейф бойымен брюссельдік шайба арқылы өтіп, онда қысымның брюссельденуі және ұңғымадан келе жатқан газ бен конденсаттың температурасының төмендеуі жүреді. Одан әрі газ тамшы бөлгішке келеді. Шлейфтерде және брюссельдің нәтижесінде бөлінген конденсат ол жерде шөгеді. Бұл конденсат конденсатқа арналған сыйымдылыққа құйылады. Ол жерден конденсат құбырға бағытталады. Тамшы бөлгіштен газды мұнайға келеді. Ол жерде газ сепарацияланған суық газдың қарсы ағынымен сойылып, мұнайғыштан кейін газ максималды конденсациялау қысымына дейін реттелетін жалғасуда редуцирленген. Яғни осы нәтижесінде температуралық брюссельдеу әсерінде газдың температураларға, яғни конденсат пен газ бөлініп шығуы, температуралардың тоң болмауы, яғни ол жылу алмастырғышы бекітілген. Әр конденсаттың жазық төменгі температуралық сепараторы бағытталған. Конденсаттың максималды қысымы мен төменгі температура жылдамдығы азаю салдарынан газ бен конденсаттың түпкілікті бөлінуі жүреді.
Спираттын конденсат периодтук түрдө конденсаттык кубурга чыгарылады. Ал газ тоңазыткыч аркылуу өтүп, ары карай өндүүгө багытталады. Израт түзүлгөн колдонуу үчүн кондургага метанол және диэтилгликол энгизилет. Келесі бізде суретте көрсеткен вертикалды майлы шам ұстағыш. Майлы шам ұстағыштар сфералық түбі бар тік цилиндрлі ыдыс болып табылады. Шам ұстағыш үш бөліктен тұрады. Төменгі жонғыш А бөлігі, онда майдың тұрақты деңгейі әрқашан ұстап тұрады. Орта шөктіру Б бөлігі, онда газдың ірі бөлшектерінен ажырайды. Жоғары босату В бөлігі, онда газдың майдан түпкілікті тазалануы жүреді. Тазаланатын газ атөлеттен келте құбыр арқылы өзіреттеп соғылып, шамды ұстағышқа кіреді. Ол жерде жылдамдықтың азаюына байланысты ауырлық күшінің әсерінен шам мен сұйықтықтың ең ірі бөлшектері шөгеді. Одан соң жанасу түтіктеріне кіреді. Одан төмен белгілі бір деңгейде жоғатын сұйықтық болады және шөктіргіш бөлігіне өтеді. Жанасу түтігі арқылы айтарлықтай жылдамдықпен өтіп газ өзінің майды ала кетеді. Ол газды жуатып өтіп шамның жүзінде бөлшектерін өзіне жабыстырып алады. Шөктіру бөлігінде газдың жылдамдығы көп азаяды. Ол кезде шам мен сұйықтықтың шөгетін ірі бөліктен дренаждық қымпату түтіктеріне төмен ағады. Ең жеңіл бөлшектерді шөктіргіш бөліктен газ ағыны жоғарғы скупперлік бөлікке алып келеді. Скупперлік жүйе шахмат тәрізді орналасқан далдалардың оң қатарынан тұрады. Далдалар лабиринтінен өтіп, газ оларға соғылып, көп бұрылыстар жасайды. Сол себепті май бөлшектері далдаларда шөгеді және содан соң скупперлік секция түбіне ағады. Одан дренаждық түтіктер арқылы шам ұстағыштың төменгі жағына түседі. Тазартылған газды әкететін кету құбыры арқылы газ құбырға шығады. Шам ұстағыш түбіне шөккен шлам периодты түрде 2-3 айда люк арқылы шығарылып отырады. Түбіне шөккен ластанған майды түтік арқылы үрлеп тұндырғышқа жібереді. Ластанған майдың орнынан шам ұстағышқа құбырлар арқылы май тұндырғыштан нормаға дейін жаңа тазартылған май құйылады. Келесі алдарыңызда беріп тұрған сурет циклондық шам ұстағыш. Циклондық шам ұстағышта газды тазарту орталықтан тепкіш күшпен тамшылық болғанымен қатты бөлшектерді шетке қарай лақтыруға негізделген. Сепарацияланған ылғал мен қатты бөлшектер циклон дренажды құрғату конусы бойынша ақпараттың төменгі бөлігіне тұнады. Ол жерден автоматты түрде дренажға жалғасып арқылы өтеді. Яғни бұл жерде А суреті циклондық шам ұстағыш сұлбасы, Ә суретіндегі циклондық шам ұстағыш элементі. Яғни бұл жерде айтып өтсек, бірінші газ шығуға арналған кету құбыр, екінші корпус, үшінші жоғарғы тор, төртінші газ кіруге арналған кету құбыр, біздің циклондық шам ұстағыш элементі, алтыншы төменгі тор, жетінші дренажды жалғастық, сегізінші сыртқы бұрандалы қалақшалар, тоғызыншы газдың кіруі, яғни тоғызыншы газдың шығуы суреттелген. Газды көкірсутекпен көмірқышқыл газынан тазарту. Газды көкірсутектен тазарту үшін қатты және сұйық жұтқыштар қолданылады. Қатты жұтқыштарға батпақ газында болатын темір гидроксиді активтенген көмір жатады. Сұйық жұтқыштар қолданылатын сулы әдістерінің ішінде жиі қолданылатындары этанол, аминдік және мышьякты содалық әдістер. Көмірқышқыл газы балласттық қоспа болып табылады. Оның табиғи газдағы мөлшері жоғары болғанда газды күкірт оксиді екіге тазарту жүргізеді. Техника экономикалық тұрғыдан тасымалданатын газда күкірт оксиді мөлшері 2%-ға аспау керек. Газды күкірт оксидіне тазарту қысым астында сумен жүргізуге болады. Суда көмірқышқыл газы жақсы ереді. Сондай-ақ этанол, аминдік және карбонаттық әдістерді жүргізеді. Бүгінгі видео тапсырма
gaz separatorlarının, ya'ni tabiiy gazni tasmoldauga tayinlov, o'sha gaz separatorlarda to'liq ma'lumot yazib olib, suratlarni tushirib keluv. Ya'ni o'sha mana sizlarga berib turgan ilgi topsama gazli kukurchukdan azaltuv sızbasi o'sha suratga tushirib olib, o'sha bo'yicha bugun жұмыс жасап келесіздер. Назарларыңызға рахмет.